Саламатсыздар ма көрермендерім? Ағзадағы тұзды ерітетін сусындар туралы білесіз бе? Бүгінгі видео осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Түсінікті нәрсе, ағзаға құм, тұз бен тас өзіміз ішетін азықпен келеді. Ал тұзды ерітетін су, егер оған емдік өсімдік қоссаңыз, көздеген нәтижеге жетеріңіз хақ. Осындай бірнеше емдік шай түрін біле жүріңіз. Күнбағыс тамыры қосылған шай. Мұны көп мөлшерде бір ай үздіксіз қабылдау керек. Ол баяу әсер етеді. Тұз тек 2 аптадан кейін ғана шыға бастайды. Оны зәр түсінен және ыдыс түбіндегі қалдықтан байқауға болады. Дайындау әдісі мынадай. 3 литр қайнаған суға шамамен 1 стакан күнбағыс тамырын салыңыз. Баяу отта 1-2 минут қайнатыңыз. Шамамен 20 минут тұндырып сүзіп алады. Бұл шайды 2 күнде жылы күйінде ішіп тауысыңыз. Алғаш қайнатқан тамырды екінші рет қолдануға болады, бірақ бұл жолы 5 минут қайнатқаныңыз жөн. Ескерту: күнбағыс шайын тұтыну кезінде ащы және тұзды тағамдар жемеңіз. Квас және сірке суын қолдануға болмайды. Тағамның құрамындағы тұздың мөлшері орташа болуы тиіс. Шайды тұтынудың алғашқы күндері ауырсыну сезімдері болуы мүмкін. Ол құмның бүйрек пен қуық жолы бойымен қозғалу салдарынан туындайды. Бұл жағдайда ауырсынуды басатын дәрілерді қолдануға болады. Тасжарғаннан камнеломка жасалған шай. Бұл шай ағзадағы тасты уатады, тұзды ертеді және шығарады. Сонымен бірге зат алмасуды түзейді және ағзаны артық қалдықтардан тазартады. Дайындау әдісі мынадай. 3 ас қасық майдалау етіп туралған тасжарған шөбіне жарты литр қайнаған су құйыңыз. Сүзіп алып, 1 стаканнан күніне 2 рет ішіп тұрыңыз. Оны 20-25 күн жалғастыру керек. Аскөк тұқымы қосылған шай. 2 ас қасық укроп тұқымына 2 стакан қайнаған су құйып, баяу отта 15 минут ұстаңыз. Сүзіп алып, жылы тұнбаны жарты стаканнан күніне 4 рет астан 15 минут бұрын ішіңіз. Қара тұрып шырыны. Тұрыптың реткі. Бұл түрінің шипалық қасиеті мол екені ежелден белгілі. Оны ағзада жиналған артық тұздан құтылу үшін де қолдануға болады. Мәселен, тұрыпты жақсылап жуып, шырынсыққыштан өткізіп, шырынын алыңыз. Оны күніне 3 рет 1 ас қасықтан қабылдайды. Қызылша қайнатпасы. Шағын көлемдегі 4-5 қызылшаны 4 бұрыштап турап, қайнап жатқан суға салыңыз. Қызылша әбден жұмсарып пісіп, ал су бал қосқан шырын секілді сәл қою болғанша қайнатыңыз. Қызылшаны салатқа, асқа қолдана беріңіз. Ал дайын болған сусынды күніне 3 рет жарты стаканнан қабылдайды. Ит бүлдірген жапырағының тұнбасы. Ол әсіресе бүйрекке тас жиналғанда жақсы көмектеседі. Дайындау әдісі мынадай. 1 уыс ұнтақталған шикізатқа 600-650 мл су құйып, эмаль ыдыста 10 минут баяу жанып тұрған отта қайнатыңыз. Содан соң сүзіп алып, 3-ке бөліп, күніне 3 рет ішеді. Әр жолы жаңадан әзірлей отырып, емді 21 күн жалғастыру керек. Ит бүлдірген жапырағының қайнатпасы бауыр ауырған жағдайда да көмектеседі. Аталған сусын түрлері бүйрек пен қуық жолдарындағы тас пен тұзды ертеді әрі шығарады. Бұл қауіпсіз табиғи ем түрі саналады. Әйткенмен, алдымен УЗИге түсіп, тас мөлшерін біліп алған абзал. Егер 1 сантиметрден үлкен бірнеше тас болған жағдайда тәуекел етпеген жөн. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.